Мемлекеттік сатып алу тәртібінде ешқандай кемшілік болмауы тиіс, және осы мақсаттағы байқаулар наурызда өтуі қажет. Бүгін аппараттық кеңесте облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жауаптыларға осындай міндеттер артты. Жиында өңірдің негізгі капиталына инвестиция тарту арқылы экономикалық өсімді қамту және үш тілде білім беру жүйесін жетілдіру мәселелері де қаралды. Толығырақ тілшіміз айтып береді. Биыл өңірде мемлекеттік сатып алулар бойынша 222 байқау өткізілуі тиіс. Бұл мақсатқа қарастырылған қаржы көлемі анықталып, бюджетте бекітілгенімен осы уақытқа дейін тек 33 конкурс ұйымдастырылған. Облыс әкімі бұған дейін барлық байқау наурызға дейін өтуі қажет деп тапсырма берген болатын. Алайда жауапты басқарма басшылары жайбарақаттылық танытып келеді. Өңір басшысы мемлекеттік сатып алу тәртібінде өрескел кемшіліктер жіберген мекеме жетекшілері мен аудан әкімдеріне сын айтты. Бүгін уже 5 март. Қашан біз жұмыс бастаймыз? 34 әлі осы уақытқа дейін объявление болмаған. Қашан оны өткіземіз? Біз айттық қой, декабрьде бюджетті бекіттік. Давай осы декабрьден бастап жұмыс жасаңдар деп. Одан кейін мен айттым, сізге тапсырма бердім. Ана комиссияға тапсырма бердім. Финконтрольға тапсырма бердім. Байқау жариялауда өзіндік тәртіп пен жоспар бар екенін айтып ақталған басқарма басшыларына облыс әкімі бұл мәселенің өте маңыздығын атап өтіп, барлық мемлекеттік сатып алуларға қатысты тапсырма осы наурызда орындалу керек деп қадап айтты. Себебі келесі айдан бастап ұтып алғандар, соның ішінде құрылысшылар іске кірісуі қажет деді. Ал өңірге инвестиция тартуда негізгі міндеттердің қатарында. Бұл ретте Ақтөбе облысы шетелдердің тәжірибесін қолдануды жолға қоймақ. Осы мақсатта былтырдан бері Ресейдің Татарстан Республикасы және Ульянов облысымен жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек еліміздегі шет мемлекеттердің елшіліктері және халықаралық трансұлттық компаниялармен байланыс орнап, инвестициялық жобалар ұсынылуда. Қазірдің өзінде Литва, Франция, Қытай елдерімен бірлескен жобалар бар. Сондай-ақ осы айда Ақтөбеде Қазақстан-Израиль халықаралық форумы өтеді. 20 инвестициялық жобаларын біз ұсынып отырмыз. Бірақ енді бұл жерде көбінесе Израиль тарапына қызығып отқан бұл медицина қызығып отыр. Екіншіден бұлар информационный технология біздің қаланың ақылды қалаға қызығып отыр, умный городқа. Үшіншіден бұл біздің ауыл шаруашылық саласында именно строительство тепличного комплекса, внедрение капельного решения. Осы салада, үш салада қызығушылық танытып отыр. Менің айтатыным, біздің елшіліктермен жұмыс істеу жөнінде. Қазір біздің үкіметтің бұл жөніндегі саясаты өзгеріп жатыр. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Біз сол елшілікке өзіміздің нақты ұсыныстарымызды беруіміз керек. Елбасының тапсырмасына сәйкес үштілікті дамытуға зор көңіл бөлінуі қажет. Қазір облыста бұл жүйедегі жұмысты белсендету міндеті тұр. Өткен жылы атқарған істер мен биылға арналған міндеттер туралы баяндама жасаған облыстық тілдер дамыту басқармасының басшысы Гүлайым Телманқызына облыс әкімі мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту қажеттігін алға тартты. 93% негізінде 82%-дан астам үлесі қазақ ұлтты құрайтын аймақ үшін онша жоғары емес, былай дегенде. Соның ішінде мен жаңа арнайы облыс тұрғындарының тілдік біліктерін зерттеу динамикасында көрсеткенмін. Ең төмен дәреже Сібір деңгейі 1%-ға да жетпейді. Бірінші қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілер үшін кемінде B2 төменгі буын үшін, ал жоғары басқарушы кадрлар үшін Сібір деңгейінде меңгеру керек. Бүгінгі жиында қаралған мәселелерге байланысты облыс әкімі жауапты тұлғаларға нақты тапсырма берді. Ең бастысы әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты сақтау және жыл басынан бергі 2 айдың қорытындысын талдау. Ал биыл жүзеге асатын Ақтөбе құтты мекен акциясының орындалу барысы облыс әкімінің бақылауында болмақ. Біз анау іс-шараны бекіттік. Сол іс-шараға байланысты менің орынбасарларымнан бастап ауданның әкімдеріне, қаланың әкіміне, барлық басқарма, департамент басшыларына тапсырма берілген. Менің сұрайтыным, тапсырманың мерзімі бар, жауапты адам бар, соның барлығын орындалуын қамтамасыз етіңіздер. Бізде уақыт өте аз қалды. Жиында қорытындылаған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев берілген тапсырмалар орындалу қажет деп қадап айтты. Ендігі кезекте қайта-қайта ескерту алған басшыларға қатысты шара қолданылады деді. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.